Сәлеметсіздер ме тағдыр сырлары арнасының құрметті оқырмандары? Әңгіме бастамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Айтылмаған сыр жалғасы. Әбден есімді жинап, кішкене жан-жағымен әңгімелесе бастағанда апам айтады ғой: құлыным, сіңіріңе ілініп жеткенде көкірегім қарс айрылды. Өзің ауырып әрең тұрсаң да, балапаныңды қолыңа көтеріп алып, көзің кіртиіп келгенде, жүрегіме біреу қанжар сұққандай болды, деп анам байғұс көз жасын тия алмай отыр. Менің санамда баламды қалай да туғандарыма жеткізсем, әрі қалай бірдеңе қылып күн көремін ғой деген үмітпен өмір сүрдім. Тұрмысқа шығып кеткеннен кейін араға 6 жыл салып бірақ оралдым. Кейде ойланамын, не деген ит жанды болғанмын деп. Иә, өтті де кетті ғой күндер. Бұлттан соң күн шығады жарқырап. Маған сол күн келді. Алла сүйген құлын қинайды дейді ғой. Бұл сынақтан өте алама деп өттім. Шүкірлік еттім. Сонда төркінімнен ешкім келмеді деген бір сұрақ туындайды ғой. Келген анам байғұс мен босанады дегенде бір қойын сойып, қалжасын алып, бір жеті қасымда қонақ болып кеткен. Жолмақай аға жеңгесі жымын білдірмей бәрі де жақсы деп жіберген. Менің де ол кезде кететін деген ойым болған емес. Талдықорған мен шығыстың бір қиырында Қытаймен шекараласта жатқан ауылға барып келудің өзі бір қиямет қайым болатын. 91 жыл мен 2000 жылға дейінгі халықтың күнкөрісі өте ол кезде тым ауыр болатын. Нан тауып жеудің өзі қиын еді. Кебек жеген күніміз де болды. Анам маған бидай ұшырып, оны кеузеп түйіп, қалай қуыруды, талқан түйуді үйретті. Қуырылған бидайды қалтамызға салып, қытырлатып жеп жүретінбіз. Ол да бір дәурен екен-ау. Содан әпкеммен хабар келді. Үй ішімізбен қонаққа шақырды. Ағам көлік жалдап, анам мен балам бар, жиендері бар, бәріміз 2 көлікке отырып бардық. Жақсы күтіп. Арасы 2-3 сағаттық жер ғой. Күн батпай қайтайық, мал бар деген деп ағам жинала бастады. Сол кезде әпкем: Жұлдыз, менің жанымда қалсаңшы, өзіміз апарып тастаймыз деген соң анам еріксіз келісті. 2 күннен кейін қайтасыңдар деп шегелеп кетті. Әпкем байғұс құрақ шөп бәйбек боп жүр. Ертесінде сол ауылдың дүкендерін аралатып, шағын базары бар екен, маған 1-2 киім алып берді. Сөздің шыны керек, мен қара басымды сүйреп зорға жеттім емес пе? Үстімде іліп алар киімім де жоқ еді. Қуанып қалдым. Кешкісін жездем: Жұлдыз, кешке қонақ келеді, бірақ сен маған ренжіме, жарай ма деді. Менің жүрегім бірдеңені сезгендей дірілдеді. Бақытым емес пе екен деген ой тұрды. Жоғай, ренжімеймін деп сыр білдіртпедім. Әпкем мен жездем өздері шақырған екен. Екеу сырласып, бірін-біріне айтатыны бар шығар деп ойлаған болар бәлкім. Сол айтылған кезде қас қарая бастағанда жездемнің баласы: Бақыт ағам келді дегенде отырған орнымнан ыршып түстім. Қорққаным ба, сасқалақтағаным ба білмеймін, келесі бөлмеге жүгіріп кеттім. Жүрек деген кеудеге сыймай дүрсілдеп кетті. Не деймін деген сұрақта басымда тұрды. Аға жеңгем қарсы алып, қаулақтап төрге шық деп жатыр. Естіп жатырмын, жалғыз емес сияқты. Амандық саулық сұрасып, даурылап жатты біреулер. Жұлдыз келді деп еді ғой деген Бақыттың даусын естігенде қол аяғым дірілдеп кетті. Әпкем: Төргі үйде ғой, кіре бер деді. Бір отырдым, бір тұрдым, не істерімді білмей аңтарылдым.
Бір уақытта Жұлдыз, қайдасың деген дауысты естігенде аңтарылып қалды. Терезенің алдында тұрған едім. Қозғала алмадым. Аяқтарым өзіме бағынбай кеткен сияқты. Есіктен алпамыстай жігіт кіріп келе жатты. Көздеріміз түйісті. Құшағын жая ұмтыла берді. Жаным, деді даусы дірілдеп. Мен де оның құшағына ене берді. Жакошым, алтыным, осы күнге жеттім-ау деді. Ал мен оның құшағында бордай үгітіліп сала бердім. Жылдар бойы санамды сансыратқан сағыныш, іштегі күйік, көрген қорлығым, тартқан азабым жас болып жуылып жағасына тамып жатты. Көпке дейін өксігімді баса алмадым. Осыншалық босаңсимын деп ойламап едім. Ол мені ұзақ жұбатты. Жаным, кешірші, осыншалықты азапты өткеретіндей маған деген махаббатың сынға салуға тұрарлықтай болғаны ма? Сол кезде қолынан тартып тұрып, алып кете алмаған күнім бүгінге дейін өкінемін деп аһ ұрды. Сол күні біз ұзақ сөйлестік, сырластық, мұңымызды шақтық бір-бірімізге. Сағынышымызды бастық. Бала жайында сұрады. Менен аумайтын бір батырдың қалы қалай? Деді. Көрмеген ғой. Кім айтты десем, жездең, яғни менің ағам айтты. Шүкір, аман есен. Апасының еркесі қазір. Аман болсын, деді де күрсінді. Менің ұрпағымды өмірге әкелгенің үшін ризамын. Қанша бейнет көрсең де, қанша азапта тартсаң да, мойымапсың. Адалым менің, деді. Осынау алпамыстай жігітті даладай жүрегі кең еді. Мәрт, кейде баладай аңқау, ақ көңіл жан еді. Мен шексіз бақытты едім сол сәтте. Махаббатыма жеттім, енді міне бізде бәрі жақсы болады деп ойладым. Бірақ біраздан соң бақытым қолымды ұстап, бірдеңе айтайын десе, қобалжып отырғанын түсіндім. Батылы жетпей отыр ма? Әлде менің қандай күйде түсетінімді сезіп, мазасызданды ма? Кібіртіктеп қалды. Не айтқың келеді? Айта бер, дедім. Маған ренжімеймін деп уәде бер. Уәде? Өзің білесің, Жұлдызым. Мен сені көп күттім. Келер деген үмітпен өмір сүрдім. Сені сүйдім. Сүйіп те өтемін. Бірақ мен үйленіп қойдым. Дегенде қолымды тартып алдым. Миым шыңылдап кетті. Көзіме лықсып жас келді. Сол сәтте не сезінгенімді дәл қазір айтып жеткізе алмаймын. Жүрегім қысты. Дем ала алмай қалдым. Бұл маған үлкен соққы болды. Тілім байланып қалғандай, дыбысым шықпай қалды. Тамағыма бір өксік кеп тығылды. Әлден уақыттан қалайша? Солай болды. Сен хабарсыз кеттің. Ащы судың арқасында танымайтын бір қызды келін қып түсірдім, деді. Жан дүниемнің астан кестеңі шықты. Өз аузымнан естігенің дұрыс болар деп айтып отырмын. Не дейсің? Не дейін? Бақытты бол. Дедім де тұрып кеттім. Ол мені қапсыра қатты құшақтады. Жібер, жібер, дедім, жылап. Жеткен жерім осы болғаны ма? Кет, дедім. Бәрі де бекер болғаны ма? Жұлдыз, мен сені сүйем ғой. Сені ғана қаласаң ажырасам.
да сені аламын дейді. Атама, ол сенің таңдауың. Балаң бар ма? Бар. 2-ден асты. Екіншісінің аяғы ауыр деді. Менің санамда бір дауыс болды. Тоқтат дегендей болды. Әйелге тән түсінікпен ол әйелдің жан дүниесін шараладым. Оның жазығы не? Бақытын ұрламаймын, өтін сөндірмейін, қиянатқа бармайын. Балалары әкесін айырмайын дедім. Есімді жидым. Бақытым, мені шынымен сүйсең, бір уәдеңді бер. Сен не айтсаң да соны орындаймын. Ендеше мен үміттедім. Ол үнсіз қалды. Білемін, ауыр тиді. Қалайша Жұлдыз? Жаным, сенші? Сенің күнің не болмақ? Мен үшін алаң болма. Мені енді ешкім сындыра алмайды. Жалғыз емеспін. Анам бар, ағам бар, қамқор болатын. Сен үйіңе қайт, келіншегіңе қамқор бол. Аман есен қол-аяғыңды бауырыңа алсын. Сол жыламасын. Балаларың әкесіз өспесін. Менің көргенім жетер. Мендегі балаңа алаң болма. Мен оны мықты азамат қылып шығарамын. Ол үшін жанымды беремін. Есейіп, оң солын танығанда әкесі кім екенін айтармын. Оған дейін аузыңа алма, деп кесіп айттым. Маған берген сертің болсын, ал енді қош айтысайық. Мені іздеме. Мен де сенің өміріңе араласпаймын. Отбасыңды сақтап қалуға тиіссің. Балапандарыңның обалына қалмайын. Солар алаңсыз өмір сүрсін, деп оны тоқтаттым. Осылайша мен өмірімде екінші рет бақытымнан бас тарттым. Қиналды, қимастық сезім болды. Бірақ енді адаспа дедім өзіме. Солай 2-ге айырылды жолымыз. Қайтып мен оны көрмедім. Арада 2 жыл өткенде өте тамаша жанға тұрмысқа шықтым. Өткен өмірімнен хабары бар. Бетіме басқан емес. Құдайдың маған берген соңғы сыйы осы адам болды. Балам әлі күнге дейін Жасұланның баласымын деп ойлайды. Айтқан емеспін. Қазіргі жолдасымды папа дейді. Екеуі сондай тату. Маңдайымнан бір шерткен емес. Оқытты, үйлендірді. Туғанымнан кем болған жоқ. Тіпті оның баласы емес десең де сенбес едің. 4 немерем бар. Аллаға шүкір. Олар да аталарынсыз күндерін өткізген емес. Келінім Құдайдың бере салған сыйы болды. Былтыр Бақыт жездемнің нөмерін алып хабарласқан. Балаңа айтайын ба дедім. Жоқ, білмей-ақ қойсын. Оны өсіріп жеткізген, оқытып, үйлендірген Арманның еңбегі ғой. Ол соның баласы. Аралары ашылмасын деген. Арманнан бір қызым бар, Аллаға шүкір. Соңы. Алдыңғы бөлімдерде көбісі сенімсіздік танытып кейіпкерімді жерден алып жерге салғандар бар. Сол үшін де ары қарай жалғастырудың қажеті жоқ деп ойлағанбыз. Оның үстіне кейіпкерімнің денсаулығы жоқ, қан қысымы жоғары болғандықтан бұдан кейінгі сұмдықты айтқысы келмеген. Алайда орта жолдан тастап кеткен дұрыс емес деп екенін айтып, әрең дегенде бетін бері қараттым. 30 жыл бұрын болған оқиғаны айтып беру мұншалық ауыр болатынын білмеппін, деді. Бір жағынан теріс пікірлерді оқыған менің анама, намысыма тиіп жатыр деді. Бір ғана қателігім үшін бүкіл өмірімнің уайраны шығарған ауыр жазамен есептестім дейді кейіпкерім. Ал енді сенбеген оқырмандарға түсіндіріп өтейін. Бұзық бала дегенім ол ауылдың атаманы болатын. 90 жылдары бұндай бас бұзықтар көп болатын. Талай қыздың тағдырына балта шабу ол кезде
болған. Бұны аға буындар жақсы біледі. Әр жердің диалектісі әртүрлі болады, ал соғым әкемнің інісінің үйінде болған. Ол бізден 4 жас үй арда тұратын. Ол күні ұзату, сырға салу, құдалық деген мүлде басқаша өтетін. Ал жігіттің жайына келетін болсақ, ол әскерден келе салып үйленемін деп бүкіл ағайын туысқандарын жинап қойған. Қыз келісті деп те айтып қойған. Дастархан жаюлы, ет салулы, келін деп те жұрт дайын отырған. Қыздың қашқақтағанын көріп жігіт сасқалақтайды. Келінді әкелмесе жұрт масқара болады деген жерде әлгі ауылдың атаманына жүгінеді. Оның міндеті қорқыту мен зорлық. Қыздың үйіне әпкесі екеуі ғана екенін білген соң баса көктеп кіріп келу осыдан. Сол кезде соғым сойып жатқан ағамыздың бір әйелден кездейсоқ естіп қалды. Біреулер үйге топырлап кіріп, жұлдыз алып қашайын деп жатыр екендігінде естіп, қарындасына қамқоршы болады деп, әке-шешем де сол жерден естіп, соғымды келіндерге тастай салып үйге жүгірген. Айқай-шу осыдан басталды. Шешем байғұс қызымды ешкімге бермеймін деп шырылдағанын естіп, іс насырға шабады. Жасұлан аға жеңгесін шақыртып, араға үлкен адамдарды салды. Кешірім сұрап, жастар уәделескен ырымын жасап, бір шәугім шайын беріп, батасын беріп, шығарып салуын өтінді. Үлкендер ақылдасып жатқанда әкемнің інісі менен сұрайды: шынымен де осы жігітке тұрмысқа шыққың келе ме? Дегенде мен: көке, мен келісім бергенмін. Не болса да маңдайыма жазғанын көремін. Жоқ, қазір десем, ертең ел жұрт не дейді? Саусағын шошайтып, сөз қылады емес пе? Ата, анамды көндіріп, мені қоя беріңіздерші дедім. Жарайды қарындасым, қалауың осы болса рұқсатымды беремін, деп үлкендерге келіп, қыз мұраты кету екенін түсіндіріп, жолын бөгемей шығарып салуын өтінді. Жастар уәделескен екен деді. Осылайша екі жақ келісіммен бата алып беріп шығарып салды. Шығыста қалың мал сұрамайды, құдалық пен киіт кигізеді. Сонымен болды. Ол кездері адамдар соншалықты дәулетті емес болатын. Әркім өз шамасына қарай той жасайтын. Қызым әлі жас деп шырылдаған анам да, құлыным бағың ашылсын, сен жыламасаң болғаны деп маңдайынан сүйіп бақыт тілеп қала берді. Қызының қандай тәуекелге барғанын ана байғұс қайдан білсін? Деп кейіпкеріміз әңгімесін аяқтады. Бәріне қызық болып тұрғандай, Арманмен қалай танысты, ол қалай болды, сұрадым. Айтыңызшы. Ал ендеше Арманмен қалай танысты, сол туралы айтамыз. Ол бір керемет оқиға еді. Негізі басында жазғанымдай, кейіпкерім журналист, жазушы болуды армандаған. Шынында да жазуға таланты бар екен. Жасұланмен тұрғанда күнделігі болған екен. Өртіп тастаған көрінеді. Осы оқиғаны басында аудиомен жіберіп, кейін жазып жіберіп отырды. Ал мен тек көркемдеп, өңдеп шығардым. Араға 2 жыл салып тұрмысқа шықтым. Бағыма өте тамаша жан болды. Қалай танысқаным қызық болса айтайын ба? Бірінші түсімде көрдім. Сенесің бе? Бір өзеннің жағасында тұр екенмін. Судың тазалығы соншалық астындағы тастарға дейін көрініп тұр. Балықтардың да, тіпті балдырлардың да ап-анық көрініп жатыр. Мына өзеннен қалай өтем деп уайымдап тұрғанда, сырт жағымнан келіп, белімнен орап көтеріп, өткізіп жатқанын сезінем. Кім екен деп бұрылып қарағанда, бет бейнесі есімде қалып қалғаны. Содан оянып кеттім. Таңертең шай ішіп отырғанда: апа, мен бір түс көрдім, айтайын ба? деп еркеледім. Айта ғой құлыным. Жорық деді. Сонда мен осылай деп айттым. Анам болса: құлыным, Құдай сені қашанға дейін жылатады. Ол өзен таза болғаны, тұнық болса демек, жаны таза, бір ер азамат кезігер бағыңа. Көрде тұр, енді бақытты боласың. Сенің қорғаның болады, дегені.
Әмин, ылайым солай болсын, деп дұға тіледік. Шын ниетпен етсең қабыл болады екен. Анам менің әулие жан болған екен. Жаны жаннатта болсын. Шынымен де солай болды. Бірақ, апа, мен ол жігітті таппай күйеуге шықпаймын, деп қалжыңдадым. Табасың көрде тұр, деді. Қайран анам, шынымен де Алла аузына салды ма деймін. Жаңағы түсімдегі сені судан өткізген ер азаматының бет бейнесіндегі бір белгі санама сақталып қалды. Сол түс болса да көпке дейін ұмыта алмай жүрдім. Шынымен де өмірде ондай адам бар ма екен, деп қиялдап жүрдім. Тұрмысқа шығам деген ойымда болғанда емес. Тауқыметті көрген соң жүрегім шайғылап қалған. Оның үстіне ер азаматтарға деген ренішім де бар еді. Бұл өмір ғой, ертеңгі күнге не боларын білмейсің. Күндер өтіп жатты. Кезекті емханаға жататын уақытым болды. Тағы да Өскеменге келдім. 10 шақты күн жатып тексеруден өттім. Ол жаңа дертіме байланысты. Содан ауылға келдім. Орталықта бала күннен бері бірге өскен құрбым бар еді. Соған барып шай ішіп әңгімелесіп отырдық. Сол қыздың да тағдыры дұрыс болмай қайтып келген бір қызымен. Кәрі әкесі бар еді. 80-дерге келіп қалған. Көз көрмей қалған. Қарт адамға ұл мен келін дұрыс қарамаған. Сол әкесін аяп қасына келіп, баладай күтіп отырған жүрегі кең, ашық жарқын, салдырлап қалған ақ көңіл қыз болатын. Арман екеуміздің қосылуымызға де осы қыз себепкер боларын мен сол бір сәтте сезбеген едім. Соңғы жаңалықтарды айтып артқа жарқа болып отырғанбыз. Есімім Күлшетай. Мен оны Күлше апай дейтінмін. Ол мені Жәкөнтай дейтін. Жан берердей құрбы едік. Сырымыз да, мұңымыз да бір болатын. Содан ол маған кенеттен Жәкөнтай, тойға барасың ба деді. Мен кімнің дедім. 71-дің біреу қыз алып қашқалы жатыр. Осы аптаның аяғында. Кімді? Деймін ғой. Өзіміздің Айгүл дегенді. Ол енді біздің кластас қыз ғой. Оқып отырып қалған. Көк кетекті менсінбейтін ауыл әкімінің қызы болатын. Мен таң қалдым, өйткені ол күйеуге тимеймін дейтін. Мінезі де шатақ болатын. Оны алғалы жүрген қандай жүрек жұтқан деп ойлап қалдым. Көрші ауылда Мұрат деген жігіт бар екен. Өзі военный. Кезекті отпускісін алып ауылға келген ғой. Біздің ауыл қыттай ғана. Мен шекара алас аймақта тұрғандықтан 5 застава бар еді. Соның бірінде қызмет жасайтын болу керек. Келісіммен алып қашады. Барасың ба? Жоқ, мені ағатайым жібермейді ғой, қорқамын. Қорққаның несі? Сені біреу жеп қоя ма деп күлді. Мен барамын ғой, сонда да дедім. Ағатайым менің мінезі қатал болатын. Мені ол кісіден тойға барамын деп айтпақ түгілі бетіне қарауға қорқатымын. Бәлкім бұл сыйластықтан болар. Ол кісіні күні бүгінге дейін арқа сүйер қорғаным болып келеді. Сонда құрбым, өзім барып сұрап аламын. Ағаңнан да, апаңнан да күте тұр. Мейлі, бірақ жібермейді дедім. Өйткені ол кезде бәленшенің қызы қайтып келіпті деген қаңқу сөз қиын болатын. Қазір ғой қалыпты жағдай қарайтын. Содан аптаның аяғында құрбым келіп үйге келіп ыржиып, өзі бір ашық жарқын неме апама қуанып қалды. Шайын беріп, дастархан жайып, ол отыр әңгіменің түбін түсіріп. Бір уақытта ағам да келіп шайға отырды. Бізге Жама ағайдың қызы болғандықтан еркін отыр. Әңгімеден әңгіме шығып,
бұйымтайын айтуға кірісті. Мен қобалжып отырмын, өйткені ағамның мінезін білемін ғой. Қарасам ағатайым жарайды деп отыр екен. Бір уақытта құрбым төтесінен қойды: бүгін осындай күні той бар, класстастар болып барамыз, Жәкентайды жібересіз бе, соны сұрап келдім дегені жүрегім тарсылдап кетті. Ағам қазір ұрсады-ау деп ойладым. Жоқ, ағам үндемеді. Той күндіз бе, әлде түнде ме деді. Күндіз деді құрбым. Міне шақыру билеті деп жымиып отыр. Ағам уақытын көрді, барғың келе ме деді. Мен қобалжып, иә деп басымды изей салдым. Жарайды деді ағам. Кешкі 8-де үйде болатын болсаң, жарайды. 1 минут кешіксе, Күлшетай, сұрауы сенен болады. Жаныңды шығарамын. Қалай апарсаң, солай әкеліп таста үйге. Тыныш жүріңдер, сөз болмасын. Ұқтыңдар ма деді. Құрбым болса мәз. 1 минут ерте әкелем ғой аға, деп қояды күйдіріп. Сол күні рұқсатын алып, мен сол құрбыммен кеттім. Анам байғұс абайлап жүр, жарығым, дәріңді ұмытпа деп әлек боп жүр. Мені бір сәтте қасынан шығарғысы жоқ. Әбден көңілі шайғаланып қалған ғой. Мен ауырғалы бері қатты азып кеткенмін ғой. Көйлек кисем жараспайтын сияқты біртүрлі 44 килограмм болып қалғаным. Орта бойлымын. Баяғы қолаң шаш ауырғалы көп түсіп қалды, жұқарып. Содан Өскеменге барғанда қидырып тастаған ғой. Соңғы үлгіде. Зимная вишня дейтін. Қазір білмеймін, бар ма жоқ па. Ол сондай кездегі керемет үлгі болатын. Сосын құрбыма айттым: мен шалбар кие салайыншы деп. Мейлі, не кисең де жарасады ғой саған, деп қоштап кетті. Қош, содан межеленген уақытқа жол тарттық. Біз келгенде беташар болып жатыр екен. Қыздың класстастары ретінде барғанбыз ғой. Бір шетте тосып тұрдық. Ауылды белгілі ғой. Ешкім ренжімесін деп плакатқа құратын. Ауылдың бәр кілемі сол жерде ілінетін. Мақтамен жазып, төрті жасап отыр. Басынан аяғына дейін у-шу қатар стол жайылған. Юпиден жасалған соктар десем, я, бүкіл ауыл сонда. Үлкендер бір қатар, құдалар бір стол, класстастар, достар бәрі бір стол дегендей, беташар біткен соң дастарханға отырғызу басталды. Мен жаңағы құрбымның жанынан қалмаймын ғой, адасып қалатындай. Кімнің кім екенін білемін ғой. Мен ауылдан кеткелі біраз болды. Тосқырап қалған ғой. Оның үстінде бұл көрші ауылда болып жатқан той болған соң, қыздың құрбылары болғандықтан бір жоғарырақ отырғызды. Қыздар, жігіттермен араласып отырыңдар дейді біреу. Мен Күлшетайдан айырылмаймын ғой. Ол күлет. Бұл менің көлеңкем, айырылуға болмайды деп. Содан басталды. Бата беру, тілек айту. Бізге қарсы 71-лер отыр. Жоғарырақ үйленгендері, одан кейін бойдақтары, ауылдың балалары орналасқан болатын. Бір кезде қыздар гитарамен ән айтамыз деді. Жігітіміз бар, назар аударыңыздар, деді бір жігіт. Бәріміздің назарымыз сол жігітке болды. Гитараны алған жігіт шегін жөндей настрой бастады. Бізге қарай бұрылды. Жастарға қарап ән айтпақшы болды. Әлгі жігітке назар аударғанда менің көздерім шарасынан аңтарылып қалдым. Миымда мына жігітті қайдан көрдім деген сұрақ тұрды. Ол ән айтып отыр. Дауысы керемет. Біраздан соң санама бір сыңғырлау ашылғандай болды. Сол, дедім. Сол адам сол, деп іштей қайталай бердім. Жүрегім қобалжып, біртүрлі күйге түстім. Қасымда құрбыма сыбырлап: Күлше апай, мен мына жігітті түсінде көрдім ғой десем, маған бақырайып қарады да: қумашы, деді. Түсіндегі көрген жігіттің есімде қалған бір белгісі болды деп едім ғой басында.
Соны айтайын, менің бетімдегі меңімді сұлулығым екенін білесің, иә? Оң жақ бетімнің ұшында бидайдай қара мең бар. Бізде содай дейді. Ал оңтүстік жағында көбінесе қал деп жатады. Сондай бір белгі әлгі жігіттің жүзінде көргем. Ол оң жақ мұрнының ұшында болған анық білемін. Есімде жақсы сақталып қалған. Осындай да ұқсастық бола ма екен деп таң қалдым. Сосын бірінші столдан шығып бәрі биге араласты. Біз қыздар жаңа түскен келінмен үйге кіріп арқа жарқа болып құттықтап жаттық. Бірақ әлгі жігіт ойымнан шықпады. Өзім барып танысатын емес. Мен енді ол кезде тым бұйырғы едім. Кейбіреулер түріне сеніп жатады ғой. Менде ол да жоқ. Түрім әдемі болса да жасып қалғанмын ғой. Сонымен құрбым айттым. Ана жігіттің аты кім екен білесің бе деп. Не болды, ұнап қалды ма дейді. Жоқ, түсінде көрген ғой десем. Шынымен де ма дейді. Өтініш бірдеңе қылып таныстыршы дедім. Жарайды, бопты, көрейік деді. Ол өте өжет қыз болатын. Бірге араластық. Бірдеңе қылып әлгі жігіттің қасынан табылды. Сөйлесіп жатыр. Мен тұрмын майысып. Не болды екен деп. Бір уақытта құрбым мені өзіне шақырып қасына. Ел той тойлап жүрсе, біз жүрміз бір жігітпен таныса алмай. Сосын қойшы. Бардым қасына. Таныс қойыңдар, деді әлгі жігітке. Ол қолын созды, Арман деп. Мен де қолымды ұсындым, Жұлдыз деп. Саусақтарымның дірілдегенін сезді ме, маған жымия қарады. Бетпе-бет келгенде көздеріміз түйісті. Сол деп іштей ойладым. Қалайсың? Жақсы дедім. Одан артық сөз болмады. Орта бойлы, жоғарғы, қасы қалың, қара торы, томпақ танау, үлкен, аялы қара көзді жігіт екен. Өңі жылы екен. Көздерімде мейірімді деп іштей баға беріп қойдым. Бірақ сол сәтте ол жігіт мен туралы не ойлады білмеймін. Сабырлы жан екен. Той болғандықтан сөйлесуге де мүмкіндік болмады. Дәл сол жігітке күйеуге тигенмін деп ешқашан ойламаппын. Соңы. Құрметті оқырман, әңгіме соңында арнаға тіркеліп, ойыңызды, пікіріңізді жазуды ұмытпаңыздар.